Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Араға міне 3 апта салып Тараз қаласындағы Асыр мал базарына келдік. Бүгін 3-10-2021 жыл. Базарда қандай өзгерістер бар, қазір бірге көретін боламыз. Видео басталмас бұрын арнаға жазылып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Ал біз ары қарай жалғастырамыз. 230 мың теңге, екінші тума сиыр, ұрғашы бұзауы бар, 4 айлық, бағасы 230 мың. 80 мың теңге сұрап тұр, 4-5 айлық пучок. Сегіз айлық пучок 120 мың теңге сұрап тұр. Арық шетінде ұрғашысы 9 айлық, оны да 120 мың теңге сұрап тұр. Бірінші тума сиыр, ұрғашы бұзауымен 150 мың теңге сұрап тұр. $130 мың теңге 7-8 айлық пучок. 10 айлық пучок 130 мың теңге. 1 жасар бордақы бұқа 220 мың теңге сұрап тұр. Бірінші тума сиыр, бұзауы 4-5 айлық 220 мың теңге сұрап тұр. Үш туған сиыр, бұзауы ұрғашы 3 айлық бұзауымен 270 мың теңге сұрап тұр. 90 мың теңге сұрап тұр, 7 айлық пучок. 480 мың теңге сұрап тұр, екінші тума бие, ұрғашы құлынымен. 260 мың теңгеге байтал ұрғашы. $170 мың теңге сұрап тұр, ұрғашы жабағы. 3-4 туған бие, ұрғашы құлынымен 500 мың теңге сұрап тұр. Еркек тай 260 мың теңге сұрап тұр. Еркек жабағы 170 мың теңге сұрап тұр. 45 мың теңгеден саулық қойлар. Ешкілер 25 мыңнан. Тоқты қошқар 60 мың теңге сұрап тұр. 150 мың теңгеден гисар шатыс қошқарлар. Офтым алса түсет, наншылы тағы біразы бар, 150-ден сұрап тұр. 35 мың теңгеден қозлар. Қозлар ішінде ең дәуі 30 мың теңге сұрап тұр, қалғандар 20 мыңнан сұрап тұр. Сек 63 мың теңге сұрап тұр. 2 жасар қазақ қошқар 90 мың теңге сұрап тұр. Майский қозылар 30 мыңнан сұрап тұр. Байлау қозылар 34 мыңнан сұрап тұр. 120 мың теңге шатыс гисар 2 жасар. Ешкі 30 мың теңге сұрап тұр.
Мәңгі жуастай 300 мың теңге сұрап тұр. 400 мың теңге ақта ат. 7 жасар. Құлынды бие 500 мың теңге сұрап тұр. Осымен достарым, менің видеомыз соңына келіп жетті. Базардағы бағаны көрдіңіздер. Егер де видео ұнаған болса, арнаға жазылып, лайк басып, қазақ тілді арнаны қолдай отырыңыздар. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.